Айнадағы бейтаныс 3-4 бөлімдері қызметшілер осы әулеттегі Эмирхан туралы айтып тұрған кезде Эмирхан мырзаның өзі кіріп келеді. Барлығы үндемей қалады. Және көзіңе қарамайсың ба деп қызметшілер ұрсады. Мен ішіп жүрген күнделікті кофемді дайында деген кезде Депне, яғни бұрынғы Азре, сразу өзінің күйеуінің не ішіп қоятынын бәрін біледі ғой. Соны дайындап береді. Сол кезде таңғалады, тіпті қызметшінің өзін бақылап тұрады. Сен бұны қайдан білдің, менің мынандай ішетінімді деп. Осы кезде қызметшілердің бастығы құтқарып қалады. Оған мен айттым деп. Қарасылан әулетінде кішкентай қызы, яғни Эмирдің қызы, Эмирханның қызының туған күні болады. Соған дайындық жүргізілуде. Бұл қыз телефонның артында, ойыншығының артында телефонында құпия бар екенін біледі. Бірақ анасы ешкімге айтпа, ешкім көрсетпе дегеннен кейін ешкімге көрсетпеуге тырысып жүр. Осы кезде бұл ойыншықты тартып алады. Араға тағы да Депне түседі. Осылай үлкен туған күнде барлығы жиналып атап өтпекші. Бірақ Эмирханның қызы, менің анам қайда, анам келсін, анам болмаса мен туған күнге өткізбеймін деп өте үлкен тортты итеріп лақтырып жіберді. Эмирхан өзінің ашуын басу үшін әзер шыдап тұр. Тез баланы алып кет дейді. Өзінің ашуын басу үшін Эмирхан осы бөлмеге кіреді. Бұл бөлме негізі Эмирханның бала кездегі жазалау бөлмесі. Мұнда қайтқалы жатқан Депнеге үй қызметшісінің бастығы жұмыс тапсырады. Ал Барш қызғанып түнімен үйге келмеген Депнеге айқайлайды. Сен неге қуып қаласың жұмыс орнына, мен сені күттім ғой дейді. Екеуі сүйісіп қыз бен жігіт ретінде болып жүрген. Ал мұнда бұрынғы күйеуі келген кезде қашып тығылады. Оның көзіне түскісі келмейді Эмирханның. Одан кейін айтады, мен қандай адам болдым, әлде есіне түсіре алмай жатыр ғой. Барш екеуі құшақтасып, кездесіп, Баршын мен Депне осылай екеуі суда жүзіп, бір-біріне кешірім сұрап, осылай бір-бірін уақыт өткізіп жатыр. Екеуі бір-біріне ғашық, тіпті Баршын ессіз ғашық бұл қызға. Ал мұнда үйдегі бұрынғы картинкадағы суреттің көзін құртып жатыр. Енді Депне Азра жоқ дейді. Өйткені Азраны басқа біреумен қашып кетті деп сендірген Эмирханды. Енді жоқ ол деп осылайша далаға шығарып тастап жатыр картинкасын. Бірақ Азра ғой енді жаңа бет-бейнедегі Депне бұл суреттің ішіндегі бір суретті алып қалып кішкентай қызға береді. Сенің анаңның суретін алып қой деп. Сосын өзі осы кезде қызына береді. Өзінің сүйікті бұрынғы гүлін жасап жатқан кезде өлең айтып жатыр еді. Эмирхан келіп қалады да бұл өлеңді жалғастырып кетеді. Сен бұл өлеңді қайдан білесің деп сұрайды. Бірақ бұл өзі түсінбейді. Әйтеуір ойына келген айтқан. Барш осы үйге әдейі Депнені іздеп келеді. Өйткені Депне осы жерде жұмыс жасайтынын естіген. Бірақ қанша жерде бүйтіп мойын созып қараса да Депнені таппайды. Соңында Депне бұны көріп қалып қаша жөнеледі. Көзіне түспеймін деп қашуға әрекеттенген Эмирханның жазалау бөлмесіне қарай баратын лифтіге байқаусызда кетеді. Барштың көзіне түспейін деп ойлайды ғой, бірақ бәрібір көрініп қалады. Бұл жазалау бөлмесіне барғанын телефондағы камерасы сигналы арқылы Эмирхан жүгіріп келеді. Ол бөлмеге кім кірді? Ол бөлмеге ешкімнің кіруге қақысы жоқ деп. Барлығы келіп, сен мұнда не істеп жүрсің деп Депнені Барштың көзінше дымын қоймай ұрсады. Мен адасып кеттім, байқамай қалдым деп осындай сылтаумен ақталып жатса да барлығы ұрсып жатты. Тек соңында Баршын қалып қойып, оңаша шақырып, сен мұнда не істеп жүрсің? Бұл жұмыстан шық дейді. Бірақ үйге барғасын сөйлесеміз деп артық әңгіме айтпайды. Осы жерде қызметші болып қызмет етіп жүрген кезде қолын абайсызда күйдіріп алады ыстық суға. Баршын осының қолын байлап, бұған кәдімгідей мейірімділік көрсетеді. Қызметшілер Депнеге қамқорлық көрсетіп жатқаны бұл үйге ұнамайды. Әсіресе Эмирханға ұнамайды. Эмирхан кеткелі жатқан кезде
суретті алмақшы болады. Бұл суретті қызы тастап кеткен, қолынан түсіп кеткен Азыраның бұрынғы фотосы ғой. Таңғалып қалады Эмирхан. Өзінің әйелінің фотосы, бұл Баршында қалай жүр деген күдікпен. Баршынды шығарып салғаннан кейін Депнеге жүр менің бөлмеме дейді. Сосын ізінен еріп бара жатқан кезде бұрынғы өзінің естелігі түседі, бірақ әлі де білмейді өзінің нақты кім екенін. Осы Эмирханмен болған түнін, күнін барлығы есіне түсіп әзер барып жылайды ғой. Сен кімсің деп сұраған кезде мен білмеймін, менде барлығы түс секілді, өзімнің кім екенін білмеймін деп. Осы кезде күзетшілер аңдып соңғы рет Азыраның қандай көлікке мінгенін барлығын анықтап жатыр. Ал мұнда Баршын барлық сыныпта біліп Депнеге айтуға келеді. Бұл үйден кет. Жалғасы бар.